Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ет қосылған орама нанның осындай тойымды тағамның жасау жолымен бөліскім келіп отыр. Видеоны міндетті түрде соңына әдейі қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең бірінші кезекте жұмсақтап қамырымызды илеп аламыз. Бізге бірінші су және де жылы сүтімізді осылай қамыр илейтін ыдысымызға құйып араластырамыз, және де үстінен жарты шай қасық тұзды салып араластырамыз. Мінекей достар, сұйықтығымыз дайын. Енді құрғақ ұнымызды дайындаймыз. Құрғақ ұнның үстіне осындай бір шай қасық разрыхителімізді салып, құрғақ ұнмен бөлек араластырып аламыз илемес бұрын. Енді құрғақ ұнымызбен жаңағы сұйықтығымызды қосып, тура осылай қолымызбен біріктіріп қамыр илейміз. Енді бұны тындыруға қоямыз. Бұл тынғанша ішіндегі начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Бізге осындай 3 пияз керек болады. Енді осыны осылай жұқалап, бір келкі етіп, турап дайындап аламыз. Достар, видеоның төмен жағына описание бөліміне керекті ингредиенттердің барлығының көлемін толығырақ жазып қоятын боламын. Енді етті де тураймыз. Етті осылай қатып тұрған кезінде осылай жапырақтап, жұқалап турасаңыздар, бір келкі болады. Қалың болып кетпеу керек. Достар, мінекей барлығын бір келкі етіп пиязымыз бен етімізді турап дайындап алдық. Енді бұны араластырып, татымына қарай тұзын, дәмдеуіштерін саламыз. Достар, және де бір шай қасық зира қосамыз. Зира керемет иіспен керемет дәм береді. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Болды, осымен біздің начинкамыз дайын. Әрине, начинкасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертсеңіз де болады. Май қоссаңыз да болады, немесе картошка, сәбіз қоссаңыз да болады. Бірақ осылай өте дәмді болады. Мінекей достар, қамырымызда қанып дайын тұр екен. Енді бұны 2 бөлікке бөлеміз. Енді тура осылай 2 бөлігінде 2 жайма етіп оқтаудың көмегімен жазамыз. Мінекей достар, екеуін де жайып дайындап алдық. Енді ең бірінші жаймамызды осылай қойып, үстінен алдын ала ерітілген сармайымызды құямыз. Бізде сармай бұл жерде қолдың сармайы емес, 82%-тік сармай. Алдын ала ерітіп, осылай бір қабат, бір келкі етіп жағып аламыз. Енді осының үстінен жаңағы турап дайындап алған салмамызды қалыңдатпай жұқалап салып шығамыз. Және де достар, алдын ала жаңа тураған, араластырған салмамызды тура 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Сонда тура жету керек, мінекей. Енді осыны үстіне жаңағы екінші жаймамызды орналастырамыз. Тура осылай. Енді бұның үстінен де тағы да жаңағы ерітілген сармайымызды қойып жағамыз. Піскен кезде қамырымыз жұмсақ, үлпілдек болу үшін, жаңағы слоеный болу үшін осылай сармай жағу міндетті. Достар, жаңағы екінші бөліктегі қалған салмамызды осылай ортасына салып шығамыз. 2 рет салма салдық, көріп отырғандарыңыздай, сондықтан салманы бастапқыда тура 2 бөлікке бөліп алсаңыздар. Енді шетінен бастап осылай ақырын домалақтап, дөңгелектеп жинаймыз. Осылай дөңгелектеп дайындаймыз. Енді бұны сәл құрғағын сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен сәл жұқартамыз. Қатты басып жібермей, іші жаңағы пиязы, салмасы сыртына шығып кетпейтіндей,
еппен ақырын осылай жазамыз. Қатты жұқа болу қажет емес. Мінекей достар, осымен біздің орама нанымыз жұқартып дайындап алдық. Енді бұның жаңағы беті сарғайып әдемі пісу үшін жұмыртқаның бір сарысын толықтай осылай бетіне жағып шығамыз. Мінекей достар, өте әдемі болды. Енді бұны әсемдік үшін осылай үстінен шанышқының көмегімен осылай өрнектеп шығамыз. Достар, мінекей біздің орамамыз дайын болды. Енді бұны шамамен 180 градуста 35-40 минутта пісіреміз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің ет қосылған орама нанымыз дайын болды. Іші де сырты да өте дәмді болып бір келкі піскен. Достар, қараңыздаршы, үлпілдеп жұмсақ болып, керемет болып піскен тойымды ас. Сондықтан осы рецепт арқылы барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.